Балабақша балаға ең қамқор ананың өзі бере алмайтын нәрсені береді. Өйткені балабақша баланың басқа адамдардың арасында өмір сүруді үйрететін орта. Онда бала өз кезегін күтуді, келісімге келуді, өзге адамдардың ережесімен ойнауды үйренеді. Жеңілісті қабылдауды, ренішті ұмыттырып, татуласуды, өзін қорғай білуді және әлемнің тек өзінің қалауының төңірегінде айналмайтынын түсіне бастайды. Үйде анасы көбіне баланың жағдайына бейімделіп, оның қалауын алдын ала сезіп, көмектесіп, өмірін ыңғайлы етуге тырысады. Ал балабақшада бала жаңа әрі маңызды тәжірибе жинақтайды. Басқа балалар оның қалауына міндетті емес. Тәрбиеші де барлық уақытын тек бір балаға арнай алмайды. Кейде күтуге, жол беруге және кейбір мәселелерді өз бетінше шешуге тура келеді. Тағы бір маңыздысы, балалар ойын арқылы үйренеді. Әсіресе еркін ойын барысында алғашқы келіссөздер пайда болады. Мен де қалаймын, кел ауысып ойнайық. Енді менің кезегім. Дәл осы жерде эмоционалдық интеллект, төзімділік, қарым-қатынас дағдылары және өзіне деген сенімділік қалыптаса бастайды. Сондықтан жақсы балабақша бұл жай ғана баланы уақытша қалдыратын орын емес. Ол баланың біртіндеп дербес әрі жауапты тұлға болып қалыптасуына көмектесетін шағын өмір мектебі.